Санның медиалды топ бұлшықеттері санның нәзік бұлшықеті мускулюс грацилистен бастайтын боламыз. Ол ұзындығы және қалыңдығы біркелкі болып орналасатын санның медиалды бөлігінде орналасқан бірігіп пейсанцирина қаз аяқшасын құрауға қатысады. Бұлшықеттің негізгі қызметі санды ішке қарай тарту және сирақты бүгіп аяқты сыртқа қарай бұру болып табылады. Ішке тартқыш ұзын бұлшықет мускулюс аддуктор лонгус деп аталады. Сыртқы пішіні үшбұрыш тәрізденіп келген бұлшықет болып табылады. Ол қысқалау келген сіңіршелер арқылы шат сүйегінің төмпешігінің төменгі бөлігінен бастау алатын болып табылады және бұлшықет талшықтары жайылады осы жерден. Және де ортан жіліктің бұдырлы сызықшасының ортаңғы бөлігінің медиалды ерніне лябиум медиале линия аспираға барып бекитін болып табылады. Мінекей осы жерге. Негізгі қызметі санды ішке қарай тартып, ию және де сыртқа қарай бұру қызметін атқарады. Ішке тартқыш қысқа бұлшықет мускулюс аддукторы бревис деп аталады. Бұл бұлшықеттің де сыртқы пішіні үшбұрыш тәрізденіп келеді. Және де ішке тартқыш ұзын бұлшықеттің астында орналасады. Бұлшықет талшықтары шат сүйегінің төменгі бұтағының алдыңғы бетінен бастау алатын болып табылады және жайылып төмен сыртқа қарай бағытталады. Дәл осы жерден ортан жіліктің бұдырлы сызықшасының медиалды ернінің жоғарғы бөлігіне барып бекитін болып табылады. Негізгі қызметі санды ішке қарай тарту, ию және сыртқа қарай бұру болып табылады. Санды ішке тартқыш ұзын үлкен бұлшықет мускулюс аддуктор магнус деп аталады. Ішке тартқыш бұлшықеттердің ішіндегі ең ірі және қалың бұлшықет болып табылады. Бұл бұлшықет қысқалау және қалыңдау келген сіңіршелер арқылы шат сүйегінің төменгі бұтағымен және мына жерде шонданай сүйегінің төменгі бұтағынан бастау алатын болып табылады. Және де бұлшықет талшықтары жинақтала келе төмен бағытталып үш бағытқа бөлінеді. Проксимальды және де ортаңғы бұлшықет талшықтары ортан жіліктің мына қиғаш бағытта өтіп, ортан жіліктің бұдырлы сызықшасы пішіні жалпақтау және төрт бұрышты келген бұлшықет болып табылады. Ол шат сүйегі жоғарғы қырқасы пектин осис пубистан бастау алатын болып табылады. Төмен және сыртқа қарай бағытталып, ортан жіліктің қырқалы сызықшасы линия пектинияға барып бекитін болып табылады. Негізгі қызметі санды иіп, ішке қарай тарту және аздап сыртқа қарай бұру қызметін атқарады.